Бұл пәтерде түнде біреу жүреді. Үй иесі оянады. Кладовкадан шыққан дауыс: бұл үй менікі. 03:17-де оянсаң, кеш болады. Домовой туралы шын оқиға. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен. Дайын болсаң, біз бастаймыз. Бұл пәтер бізге арзанға түсті. Алматының ескі ауданында 9 қабатты панельді үй. Көп адам неге арзан деп сұрады. Біз мән бермедік. Үйге кірген сәттен бастап біртүрлі сезім болды. Ауа ауыр, қабырғалар суық, ал кладовка тым тар, тым қараңғы. Пәтердің бұрынғы қожайыны кетерде бір ғана сөзді айтты: түнде кладовканы ашпаңдар. Күлдік, әзіл шығар деп ойладық. Алғашқы апта тыныш өтті. Сосын ұсақ түйек басталды. Таңертең ас үйдегі қасық басқа жерде жатты. Түнде біреу еденмен жай жүріп өткендей дыбыс естілді. Мысығымыз түнде бір нүктеге қарап ырылдайтын болды. Әсіресе кладовка жаққа. Үйге құйрық шығар дедік, бірақ кладовкадан ешқандай із табылмады. Бір түні ояндым, телефонға қарадым. 03:17. Бөлмеде тым тыныш. Тіпті тыныштықтың өзі құлақты ауыртатын сияқты. Сол сәтте ас үй жақтан сыбыр естілді. Түсініксіз тілде, бірақ бір сөз анық шықты: келдіңдер. Денем мұздап кетті. Кладовка есігі сықырлады. Баяу, әдейі жасалғандай. Есіктің астыңғы жағынан көлеңке жылжыды. Адамдікі емес, тым маласа. Ауадан ескі ағаш пен дымқыл иіс шықты. Сол кезде бір ой келді: бұл пәтерде біз жалғыз емеспіз. Ол толық көрінбеді, тек жартылай, кішкентай, арқасы бүкір, қолдары ұзын, тырнақтары қабырғаға тиіп, сызат қалдырып тұрды. Көзі жоқ сияқты еді, бірақ мені көріп тұрғанын сездім. Ол сыбырлады: бұл үй менікі. Дауысы еденнің астынан шыққандай. Ас үйдегі ыдыстар өздігінен құлай бастады. Шкафтар тарсылдап ашылды. Температура күрт төмендеді. Ауыздан бу шыға бастады. Құлағыма бір ғана сөз қайта-қайта естілді: кетпеңдер. Мен айқайлағым келді, бірақ дауысым шықпады. Таң атты. Бәрі орнында, ешқандай сынған зат жоқ. Бірақ кладовканың ішінде қабырғада тырнақпен жазылған сөз тұрды: кетпе. Жаңа емес, ескі, бұрында да біреулерге жазылғандай. Көршілерден сұрадық. Бір кемпір ғана шындықты айтты: ол үйде бұрын бір қарт тұрған, жалғыз, өлгенін ешкім байқамаған. Бір аптадан кейін ғана тапқан. Сол күннен бастап пәтерде ешкім тұрақталмаған. Үй иесі өз үйін тастамайды, деді ол. Көшуге шешім қабылдадық. Соңғы түн жиналып жатқанда жарық өшті. Қараңғылықта баяғы дауыс естілді: мен сендерді үйге үйреттім. Кладовка есігі тас жабылды. Ішінен тырнақтың қабырғаны қырып жатқан дыбысы шықты. Таң атпай үйден кетіп қалдық. Кілтті тастап кеттік. Бір аптадан кейін ол пәтерге жаңа адамдар көшкенін естідік. Бірақ 3 күннен соң үй тағы бос қалды. Ал кладовкадағы жазу әлі өшпеген дейді. Үй иесі әлі сол жерде. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын.